Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бұл видео YouTube каналы жүргізіп жүрген немесе жүргізуді жоспарлап жүрген барлық қолданушыларға арналады. Сол үшін каналға тіркеліп, лайк, комментарий қалдыра кетіңіздер. Қазіргі таңда сіздің 5 жыл, 10 жыл өтсе де салған видеоларыңызды қаржыландыратын ең жақсы платформалардың бірі ол YouTube болып табылады. TikTok'та да ақша төлейді, бірақ ол жерде системасы бөлек, сәл күрделеу, және де бір өкініштісі Қазақстан әлі қосылған жоқ. Ол үшін сіз басқа жақтың резиденті болуыңыз керек, немесе солай настройкасын барлығын өзгертіп қоясыз. Ал YouTube'да сіз қазақстандық контент жүргізу арқылы табысқа шыға аласыз. Бұл жерде шарттары 1000 подписчик және де 4000 сағат қаралым қажет. Ал егер де басқа елдің, мысалы америкалық YouTube жүргізсеңіз, ол жерде 500 подписчик, 3000 сағат қаралым жеткілікті. Және де бір жақсы жері америкалық YouTube'да Қазақстанға қарағанда да ақшасы табыстырақ болып келеді. Алайда барлық контентті тек ағылшынша жүргізетін боласыздар. Ол туралы басқа видеоларда тағы да айтатын боламыз. Енді осы өзімнің жүргізіп жатқан каналым бойынша менің ең алғашқы каналым 9 ай ішінде монетизацияға қосылды. Монетизацияға қосылғаннан кейін сіз бірден ақшаны шығара алмайсыз. Минимальный порог деген болады, яғни алғашқы $100 жинауыңыз қажет. $100 жинағаннан бастап сізге ай сайын әр айдың 21 мен 26 аралығында айлық ретінде ақшаңыз түсіп тұратын болады. Ақша түсу үшін бір қатар шарттарды орындайсыз. Яғни ол жерде салықтық мәліметтерді растайсыз. Тұрғылықты жерді растау үшін сіздің поштаға пин-код келу қажет. Почта, яғни өзіңіздің кәдімгі қазпоштаның бөлімшесіне. Ол код хат жіберілгеннен кейін 2-3 апта ішінде келуі қажет. Міне маған 24 ақпан күні сіздің адресіңіз бойынша код жіберілгені туралы айтылды. Міндетті түрде адресті дұрыс жазыңыздар. Барлық адрес латын тілінде жазылады. Егер де адресіңіз өзгеріп немесе қате болған жағдайда карандаш белгісін басып, изменить деп қайтадан жөндеп жазуыңыз керек. Және де егер де сізге код келмеген жағдайда 3 апта өткеннен кейін қайтадан заявка бере аласыздар. Заявканы 4 рет беруге мүмкіндік бар. Егер де бұл мүмкіндікті қолданып қойсаңыздар, сізде монетизация тоқтатылатын болады. Міне менде 1 айдан астам уақыт өтті. Маған әлі код келген жоқ. Сол себепті мен адресімді өзгертіп жазамын. Ол жайында YouTube'дың толық курсында айтатын боламын. Егер де осы YouTube канал жүргізім келеді, табысқа шыққым келеді дейтіндер болса, 3 күндік марафонға немесе YouTube бойынша толық курсқа жазылсаңыздар болады. Барлық фишкаларымен және де өзім қалай жеттім, тура сол жөнмен монетизацияға жетуге бірге көмектесетін боламын. Себебі жалғыз тек қана канал ашып видео салу емес, ол жерде сіз барлығын жоспарлап ойластыруыңыз қажет. Әрбір видеоңыз өтімді болу үшін сіз алғашқы 2-3 айда үзбей тұрақты түрде видео салуыңыз қажет. Яғни ол күнделікті емес. Мысалға сіз 10 күн видео салдыңыз, 10 күн салмай кету деген болмау керек. Бір аптада 3 видео ма, келесі аптада да 3 видео, солай тұрақты түрде салып отырсаңыз ғана рекке шыға аласыз. Және де тағы да басқа толып жатқан фишкалары бар. Сол себепті егер де канал жүргізем бірге монетизацияға шығам дейтіндер болса, осы видеоның соңында сілтеме қалдырып кетемін, хабарлассаңыздар болады. Және де басқа да керек мәліметтерді осылай каналымда сіздермен бірге бөлісетін боламын. Барлығыңызға сәттілік.